Селам алейкум, сайхылы достлар. Бу ЮАЙ-ТВ бі сізлерге Украинада олып кечкен вақалар ақында тариф етеміз. Бүгін мартның 27-сі базар әртісі күні. АТО зонасында кергінлік. АТО зонасында кечкен күн девамында 3 Украин арбейі әлі қолды, 8 яраланды. Вазиет кергінлешті боевиклер атешні 1.90 кере ачқан еді. Украина силалы құветлерінің бөліклері қаршылықны көстермеге мечбур олды. Мариуполь йөнелешінде вазиет ен кіргіндар. Анда Широкинове Водяное қаршылық меркезлері олған. Тежавушжылар топ, мина атыжы, граната атыжы ве бұйық калибрлі пулеметларны ишлетті. Широкинада снайперлер чалышты. Гнутова, Павлополь, Лебединская ве Талаковка янында ишғал Джилер 122 калибрлі минатыжыларны қоланды. Новотроицкая янында террористлер БМП селиландырувыны ишлетті. Красногоровка ве Маринкаға граната атыжы ве пулеметлардан атеш ачтылар. Луганск юнелешінде боевиклер Новозвановкаға танкларға қаршы ракета тәртибатыны қоланды. Граната атыжылардан Новоалександровка, Катериновка ве Крымскаяге атеш ачылды. Туневан Донецк юнелешінде вазиет кергенеді. Анда душман Украин арбилеріне қаршы ағыр селендірувындан бұтын чешетлеріні құланған. Троицкайының имаджілеріне Русия ишгалжи ордулары 152 мм топ тертибатларындан 120 ве 82 мм минатычылардан атышны ачқан. Бұның әле 120 мм минатычыларыны душман Авдеевка ве Луганская дживарында құланды. 82 мм минатычылардан душман Каменка, Верхнетроицкая, ве Авдеевкаға атеш ачты. Каменка районында имайджілерімізге танктан уджум етілді. Верхнетроицкая вепески янында БМП ишлетілді. Троицкая янында душман снайпері фаал чалышты. Балаклеяда патлав ақыбетлерінің йоқ етілмесіне ерлі акимиет да $74,000 айырған. Бұақта район Девлет мемориетінің сайтында білдірілі. Девлет февкуляде вазиетлер қызметінде шу вақытта білдірілгені кебі ара-сыра патлавларының седасы да ешітілі. Патлавлар 2 сатте бір кере юз бере. Амма парчалары арсеналының техник территориясындан тыш чықмай. Мутехасысларының ярдымы еле Шерве дживарында ерлешкен 9 мес күн ерні темізледілер. Қаза зонасында вақтынжа газ теменлеві сөндірілген. Ава бошлығы 40 километр радиусында қапатылған. Хатырлатам, Балаклеядaki Арби Анбар территориясында патлав мартның 23-інде юз берді. Нетижеде 243 бина бозылған. Қазаның эсас себебі оларақ Русия диверсантларының әрекетлеріні қайдетелер. З міста Балаклея нашими підрозділами. Балаклея шерінден бөліклеріміздің ярдымы еле 1092 хафла алет чықарылды. Акибетлеріні йоқытув ішлеріне қызметінден 75 пиротехник ве 27 мақсус техника желп етілді. Бұнунен әлі еле хабер, анлатув ішлері тәшкел етілген. Вепатлав түліксі олған алетлерінің тапылмасы вақтында етіліжек. Әрекетлер аққында тариф еткен 6000 малюмат кәгіті тарқатылған. Русияге басқы Канада, Кремль, Минск анлашмаларына риает етмеге башламаған жем Русия қаршы жазаларының ләғу етмейджектір. Бұқта Канада тыш ишлер назиры Христия Фриланд білдірді. Оның сөзлеріне көре Москва сепаратистлерге осте сырынден файдаланмалы ве оларны Минск форматы черчевесінде әрекет етмеге мечбур етмелі. Айны вақытта Фриланд шуны дейке. Канададың Украинаға дестегінің сонки мақсады оның телекөсізлігі, стабиллігі ве инкешафның артмасыдыр. Ақрусия Минск. Ақрусияда Кения наразылық акциялары кечті. Инсанлар Минскінің меркези мейданына чықып, уриет күну яқыланған инсанларны азат етмеге чағырды. Наразылықның башланмасындан 5 даққадан сон ОМОН хадимлері инсанларны адам сүріден тұтып, автозакларға отырмаға башлады. Құқық қорғаушыларының мәлуматына көре митинг акимиет еле ұйғынлаштырылмады.
Дестек акциясы украинлилер бүгін Киевде Қрусель чиханесіне келді. Живе Беларусь шәріні ве Сергей Михалкның шерларының ижра етеді. Бөлелікнен украинлилер Қрусияде сияси айрымларға қаршы наразылығыны білдірді. Құқ қоройжылар Минскті жұма әртісі кечірілген уриет күні вақтында яқаланған 630 инсан ақында білдіре. Апеске Крымсос тәшкелетіндан Украин құқ қоройжылары да түшкен. Bir kaç saatten son оларны азат еттілер. Вертолет тушты Донецк вилиетінде Ми-2 арби вертолеты тушты. Олған малюматқа көре 5 инсан әләк олды. Әйетнің 3 азасы ве 2 елжы. Бұқта Украина мұдафа назерлігі білдіре. Вақия Краматорск янындаки Малиновка мескүн ері районында юз берген. Олған малюматқа бинайын қаза электро бережелер еллағына түйув нәтижесінде юз берген вертолетнің тушув ерінде мутинасип комиссия чалыша. Бұды қақада біз сізлернен сағлықлашамызда дачок хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқый білесіңіз. UATV ile қалыңыз, сағлықнен қалыңыз. Көрешкенже.